Мынандай есепті қарастырайық. Енді есептің берілгенін шығару жолын толығымен жазып қойдым. Және 10-шы класстың кітабында бар. Яғни көптеген оқушылар осыған қарамайды. Негізінде кітапта барлығы әдемі түсінікті жазылып тұр. Бірақ енді кейбір жерлері мынандай түсіндірмей тез-тез жазып өтіп кеткеннен кейін бір деңгейден екінші деңгейге түсіндірмей жатыр. Ол не үшін анаған ауысып кетті деп ойланып отырады да. Сол үшін осындай кітаптардан да мысалдарды ала салып жатыр. Яғни 10-шы класстың кітабында жақсы қиын есептер бар, яғни тақырыпты толық түсінгенге. Енді мына есептің берілгенін қарастырайық. Есептің берілгенде кубик берілген. Яғни мына жерде қабырға тұр, қабырғада кубик тұр. Вертикаль қабырға. Мына жерде жіп тартып, оның мына бұрышынан жіп былай қарай тартып ұстап тұр. Мынау жіпсіз онда жерге түсіп кете салады. Мына жерде тұр. Мына жерде қабырға мен мына кубиктің арасында үйкеліс күші бар. Яғни үйкеліс күші жоғары бағытталған, яғни үйкеліс күші ұстап тұр. Және мына жіптің керілу күші, яғни жіптің тартып тұрған күші ұстап тұр. Соның әсерінен мынау жерге түсіп кетпей тұр. Енді бізден сұрап тұрғаны, мына жерде кубиктің қабырғасы берілген, яғни қабырғалар А. Ал мына жіптің ұзындығы ол L ұзындығы берілген. Ал енді бізге айтады, мюді тап дейді. Мына жердегі ең аз үйкеліс, ең минималды болатын үйкеліс күшін табу керек. Яғни мына затымыз құлап кетпес үшін ең минимум дегенде қаншалықты үйкеліс коэффициенті керек, яғни соны табуымыз керекпіз. Ал енді соны табу үшін мына жақта теңдеулер құрып бастаймыз. Яғни жаңа айттым ғой, статика есептерін шығару үшін күштерді бір-бірімен теңестірумен айналысамыз деп. Яғни мына жерде мынау қабырғаға тіреліп тұрған кезде, яғни мына жіп мынаның бұрышынан тартқан кезде былай қарай, бүйтіп тұр ғой, былай қарай тартылады. Сол кезде күш мына Б нүктесіне түседі, яғни Б нүктесіне түсті. Сол жердегі біз реакция күшінен бастап қарастырайық. Яғни ол жердегі реакция күші тура мына X ойысымен бағыттас. Яғни оны қабырғаны былай қарай басады, одан реакция күші тура соған тең былай қарай бағытталады. Енді сол жердегі реакция күшіміз біздің неге тең? Яғни мына қабырғадан типа мына кубикке қарай бағытталып тұрған күші неге тең? Яғни оны мына жерде жазып қойған. Реакция күші ол FKX-ке деп. FKX деген не? Жіптің керілу күші, яғни жіп тура осы өз бағытында керілу күші бар, бірақ оның X бағытындағы проекциясы бар, яғни X бағытында да ол тартып тұр ғой, яғни тартып ол стенаға жабыстырып тұр. Яғни жіптің X бағытында да әсер етіп жатқан күші бар. Яғни соның әсерінен ол қабырғаға жабыстырып жатыр. Яғни ол қандай күшпен жабыстырса, қабырғадан сондай күшпен тебіледі. Яғни қабырғадан сондай реакция күші пайда болады. Яғни сондықтан реакция күші ол FKX-ке тең. Ал енді ары қарай қарастырайық. Мына жерде FKY плюс F= тең mg дейді. Яғни мына денені төмен қарай түсіріп жіберуге, яғни Y бағытында төмен қарай түсіріп жіберуге mg күші жұмыс істеп жатыр. Яғни төмен қарай түсірем деп тартып тұр. Бірақ оған қарсыласып жоғары қарай үйкеліс күшімен мына жіптің Y бағытындағы құраушысы ұстап тұр. Яғни Y бағытындағы құраушы мен үйкеліс күші екеуі мына mg-ға қарсы ұстап тұр. Яғни сондықтан осы теңдеу жазылып тұр. Яғни екеуінің қосындысы mg-ға тең болып тұр. Сондықтан тоқтап тұр. Ал енді мына жерде үйкеліс күші ол кәдімгі μmg, яғни μmg немесе μn. Тегіс жерде болса, тегіс жерде тұрған болса, яғни горизонталь жерде, онда μmg деп есептей салатын еді. Бірақ мына жерде μn, яғни мына n-нің орнына mg-ді қоя алмаймыз. Өйткені ондай жағдай емес бізде. Мына жердегі n-дің орнына біз мына kx, яғни fkx-ті қоя аламыз. Ал енді мына жердегі fky, яғни FKY дегеніміз не? FKY деген ол FK синус альфа. Мына жердегі жіптің тартылу күші, яғни керілу күші, F керілу. Керілу күшінің мынау Y бағытындағы құраушысы. Яғни мына жерде альфа бұрыш бар. Альфа бұрыш бар. Яғни құр мына керілу күшінің былай қарай проекциясын ала саламыз. Яғни қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы дейміз да, яғни сол жерден KY-ті тауып ала саламыз. Сонда синус альфа шығады. Ал енді үйкеліс күші ол μn тең mg-ға. Ал енді мына жерде nb дегеніміз, яғни реакция күшіміз ол fk косинус альфа. Яғни былай қарай тартып жатқан ол fk косинус альфа. Өйткені ол былай қарай x құраушысына жүктейміз. Яғни мына тартылып тұрған керілу күшінің біз мына x ойысына проекциясын жоғарыдан жарып түсіргенде көлеңкесі сияқты түсе салады. Сол кезде ол мына альфаға байланысты іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, іргелес жатқан катет ол fkx. Сол кезде іргелес жатқан катет деген косинус альфа. Сондықтан косинус альфа болып тұр. Ал енді соның барлығын орнына қояйық, яғни мына жердегі n-ның орнына мына fk косинус альфаны апарамын. Болды. Сонымен жерде fk синус альфа мю деген андай формула шықты, иә. Енді мынаумен шығара салайын десек, бұл жеткіліксіз болады.
Мынау тек біз күштерді бір-біріне теңестіріп жазып шықтық, иә. Ал енді бізге тағы статика элементтерін, яғни бізге моменттерді пайдаланып тағы бір теңдеулер жиынын жазып шығу керек. Енді оны қалай жазамыз мынаған? Моменттерді пайдаланып мынандай теңдеу жазуға болады. Мысалы, mg, яғни мына жерде біз айналу, яғни мына жерде тіреу нүктесі, мына жерде b нүктесі деп алайық та. Өйткені бұл жерде барлық күштердің, яғни векторлық қосындылар нөлге тең, яғни күш моменттері нөлге тең мына жерде. B нүктесі не үшін? Себебі i-ның ұзындығы нөлге тең, сондықтан 0. Осы жерде ала салайық. Біз мынаны былай қарай сағат тілінің бағытында немесе қарама-қарсы бағытта айландыруға тырысып жатқан күштерді қарастырайық. Енді бұны сағат тілінің мысалы бағытында айландыруға тырысып жатқан күш, ол ауырлық күші, mg күші. Яғни біз массалық центрінен аламыз, тура міне. Тура ортасынан төмен қарай тартып жатыр, тура ортасында төмен қарай тартты. Тура ортасы дегеніміз ол, мына жер А бөлінген 2 ғой. Яғни мынау тіреу нүктесі болып тұр. Тіреу нүктесінен күш түсірілгенге дейін қашықтық ол А бөлінген 2. Және сол күшке көбейтеміз. Яғни мынау. Яғни мынауымыз біздің F көбейтілген D деген сөз. Мынау. Ал енді бұны жоғары қарай қандай күш, сағат тілінің бағытында қарама-қарсы айландыруға қандай күш тырысып жатыр? Ол жаңағы мынау FKY күшіміз, яғни жіптің Y бағытындағы құраушысы жоғары қарай тартып жатыр. Оның иін ұзындығы ол мынау, иін ұзындығы ол мынау. Яғни ол барлық А қашықтықтан FKY күшпен жоғары қарай тартып жатыр. Яғни сағат тілінің бағытында қарама-қарсы. Ал енді дұрыстап жазып алайық. Мына жердегі мынаны былай өткізе салдық, яғни А мен А-ны қысқарта салдық, 2-ні көбейте салдық, сол кезде мынандай шықты. Яғни mg ky дегеніміз ол жаңағы синус альфа, қарсы жатқан катеттің деп шығарып алдық. Осындай теңдеу. Ал енді біз күштерді теңестірген теңдеу шығарып алдық, одан кейін статика элементтерін қолданып тағы бір теңдеу шығарып алдық. Енді мына жердегі mg-дің орнына мына mg-дегі мынаны апарып қойып, екеуін теңестіріп мынандай теңдеу шығардық. Сол кезде fk-лар кетіп қалып, fk кетті. Сол кезде синус альфа мю косинус альфа тең 2 синус альфа деген қалды. Енді мына жақтағы мынау 2 синус альфаны мына жаққа өткізе салсам, мына синус альфа. 2 синус альфадан синус альфаны алып тастасақ, 1 синус альфа ғана қалады. Енді мю косинус альфа. Мюді бізге табу керек. Мынаны синусты бөлесің косинусқа. Сол кезде тангенс альфа. Сонда ананша жасағанымыздың барлығы керек емес болып, соңында біз құр тангенс альфаны есептесек қана мына есептің жауабын табады екенбіз. Ал енді тангенс альфаны қалай есептейміз? Мына жердегі альфа. Мына тангенс альфаны жазамыз осы жер үшін. Тангенс альфа дегеніміз ол қарсы жатқан катеттің, яғни мына ұзындықтың, мына катеттің ұзындығы неге тең? Мына катеттің ұзындығы бір Q деп белгілеп қойыншы. Бәрібір ғой негізі. Мына катеттің ұзындығы Q. Ал енді іргелес жатқан катетке қатынасы. Ол мына жердегі А, ұзындығы. Сонда шығарып көрсетейін. Тангенс альфа тең қарсы жатқан катеттің Q-ның мына жердегі А-ға қатынасы. Ал енді мына жердегі Q дегеніміз неге тең ол? Q дегеніміз ол катет. Мына ұзындығымыз ол бізде жіптің ұзындығы берілген L, гипотенузамыз L, мынау А. Сондай Пифагор бойынша шығара салуға болады, тангенс альфа тең мына жерде түбір асты, мына жерде гипотенуза L квадрат минус А квадрат. Яғни L квадрат минус А квадрат түбір астында. Яғни осы Q-ны береді. Бөліп тастаймыз А-ға. Ал енді мынаны ары қарай математикасын орындап, мысалы, мынаны түбірдің астына кіргізіп жіберсек, А-ны, яғни А-да квадратты алып кіреді. Сол кезде түбір асты, мысалы, L квадрат бөлінген А квадрат минус А квадрат бөлінген А квадрат. Осындай болады. Енді ары қарай істесек, түбір асты, мысалы, мынаның сразу жақ жағалайында мынаның квадратын шығара салайық. Сонда L бөлінген А-ның квадраты минус А-ның 1 түбір астын алдық. Яғни соңғы жауабымыз осы болды. Біз сонда тек мына жіптің ұзындығы мен көбектің қырының ұзындығын пайдаланып қана мына жердегі мюді есептей алады екенбіз. Яғни ең соңындағы есептіміз осы жерге келді. Яғни енді бізге есептің берілгенде А мынаншаға тең, L мынаншаға тең деп берілсе, тура осы жерге қоямыз да жауабын тауып ала саламыз. Мына жерге қойса болды. Бізде есебіміз шығады. Яғни тангенс альфа табылды. Тангенс альфа табылды деген сөз ол, мына жерде ол мю табылды деген сөз. Бол, осымен сабағымыз аяқталды. Енді тура осындай қылып көрсетіп, яғни әр теориядан кейін осындай қиын есепті бірден көрсетіп жіберген дұрыс десеңіздер, или дұрыс емес десеңіздер, өз ойларыңызды неге телеграм группаға жазыңыздар. Осы сабақты көріп алғаннан кейін, жақсы ма?